Penguin vocabulary 29 unit. Бүгінгі тақырып бізде clothes, киімдер, киімдердің түрлері. Хорошо, қазір өтейік осыларды, мына суреттегі киімдерді мына сөздермен сәйкестендіру керек. Бірінші сөз boots. Boots деген бізде уже берілген, ол 17, сапоги. Бра деген бюстгальтер, мынау үшінші. Coat деген бізде мынандай куртка, пальто сияқты, пальто болады, 12. Dress деген ол көйлек, қыздардың көйлегі, платье, 6. Hat деген шляпа бізде, ол 13. Jacket деген бізде мына пиджак, ол 10 болады. Jeans деген кәдімгі джинсы, 16. Knickers деген бізде ол мынандай әйелдердің іш киімі, 5. Pants деген ол ер адамдардың іш киімі, ол 4. Shirt деген бізде рубашка, ол бізде 8 болады. Shoes деген аяқ киім, ол 14 болады. Shorts деген бізде шорты бізде 19 болады. Skirt деген бізде ол юбка, 7 болады. Socks деген бізде носки, ол бізде 1. Suit деген бізде костюм шалбар, да, полностью екеуінің наборын suit дейді, костюм шалбар, 20. Sweater деген бізде джемпер, мынау 11. Tie деген бізде галстук, ол 9. Tights деген бізде мынандай колготки, ол бізде 2. Trainers деген бізде кроссовки, ол 18. Trousers деген бізде мынандай штан, костюм шалбардың штаны, ол 15 болады. Сосын, нәрде жазылған? American English'та жаңағы мына trousers деген айттық қоя, мына штанда. Осы штанда Америкада pants дейді. Англияда trousers дейді. Енді сұрақ, егер Англияда мынаны trousers десе, да, мына штанда, ер адамның іш киімін pants дейді, Англияда. Америкада мынаны pants десе, Англияда мынаны қалай атайды онда? Вот сұрақ. Хорошо, бүгінгі сөздер осы, келесі уақытта көріскенше.